Ассалаумағалейкум қазақ елі. Бүгінгі біздің обзорда Қытайдың ойынға арналған смартфоны. Өте қызықты смартфон, өйткені әртүрлі фишкалары бар. Бірақ осы видеоны түсірмес бұрын айта кетейін. Осындай видеоларды көргілеріңіз келсе, каналға тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Ал сонымен жалғастырамыз. Коробкасы осындай. Бұл смартфон жалпы 2021 жылғы смартфон. Атауы Asus ROG Phone 5. Бұны не үшін түсіріп тұрмын? Өйткені ол кезде бұл телефон 416 мың теңге тұрған. Ал қазір жаңасын ашылмағанын где-то 320-ларға алуға болады. Осы недавно Алматыдан көрген болатын сайтынан. Сол жерде ашылмаған 320-ға сатып жатқан. Мендегі версия бұл ойынғы 256 гигабайттық версиясы. Коробкасы осындай қап-қара. Коробкасы былай ашылады. Негізі мына суреттерге телефонды ашып, камерасын қаратқан кезде мына суреттер видео сияқты видеоролик ойнап кетеді телефоныңызда. Коробкасы осындай. Мына жерде бізде ашып көрсетейін. Мынандай кілті бар. Чехолы бар өзінің. Мынандай чехол неге мынандай тесік? Өйткені кулерді, қазір фокусировка жасайын. Кулерді осы чехол арқылы үстінен мынандай тіркесеңіз болады, телефонға қосып. Так, бұны алып тастайын енді. Әрі қарай коробканың ішінде смартфонның өзі. Вот мынандай. Қазір әрі қарай көрсетем. Алдымен комплект тазасын көрсетіп алайын. Коробкасында мынандай шнуры. Бұл жерде екі жағы да Type-C. Мінекей, қазір фокусировка жасап жіберейін. Екі жағы да Type-C мынандай. Так, содан соң блок питания. Asus ROG Phone'дікі, мынандай көзі бар. Бұл жерде бізде 65 ватты поддерживать етеді. Так, әрі қарай не бар? Фокусировка. Әрі қарай түк ештеңе жоқ. Мына жерде мынандай насадкалары болған, шетіне салатын. Так, коробканы алып тастайық. Сонымен телефон өзіне келетін болсақ, арты қазір фокусировка жасап жүрейін, осындай. Негізі бір құлатсаңыз сынып қалады арты стеклосы. Защитасы бар деп естіген, бірақ защитасы мықты деп айта алмаймын. Так, көз жайдан жай тұрған жоқ. Ол әртүрлі цвет жанады, свет жанып тұрады. Қазір алдымен жан жақтарындағы заттарын көрсете кетейін. Жоғарысында бізде қараңыздар. Жоғарысында фокусировка жұмыс істемей жатыр. Мына жерде микрофоны бар. Бірінші микрофон. Жалпы айта кетсем, бұл смартфонда 4 микрофон бар, 4 микрофон. Бірінші микрофон, мына жерде динамик. Оң жағында бізде звукты көтеріп төмендететін кнопкалары, кнопка блокировки. Мына жерде екінші микрофон. Астында бізде үшінші микрофон, зарядка тығатын жері, және мына жерде наушники тығатын жері. Артында айтпақшы мына жерде төртінші микрофон бар. Мына жерде төртінші микрофон, вспышка 3 камерасы. Ең басты камерасы 64 мегапиксель, одан кейін широкоугольная камера 13, және қателеспесем 5 мегапиксель макросъемка. Әлі орала жатамыз. Так, сол жағында қараңыздар, сол жағында сим-карта салатын жері. Бұл жерде 2 сим-карта салынады, флешка салынбайды. Басқа сол жағында тағы мынандай заты бар. Заглушканы алып тастасақ, мына жерде қараңыздар. Мына жерде зарядка тағатын жері бар, и мына жерде тоже бар. 2 зарядка тағатын жер не үшін керек? Ол сіздер смартфонда былай ұстап ойнаған кезде, оң жағын жауып тастайсыздар ғой, сол кезде астына тығып ойын ойнай берсеңіздер болады. Және мынау контактысы тұр. Ол не контакты десеңіздер, ол мына кулерге арналған контакт. Бұл кулер туралы видео түсіріп кетемін. Ол экранның оң жақ жоғарысында подсказкада болады.
Қазір салып көрсетейін. Осылай салынады, артында осылай тұрады. Мынау еще свет жанады, оны басқа видеода түсіндіре кетем. Екі кнопкасы бар. Функциясы көп енді. Видеоның аяғында да сол подсказканы қоям осы кулер туралы. Так, мынаны айттым. Мынаны светін жандырып көрсетейін сіздерге. Бұл телефонда әрине мен қозғап көрдім. Так, қараңыздар. Не подсветка деген бар. Қосамыз. Қызыл свет жанып тұр қазір. Қазір бұл настройкасына кіретін болсақ. Так, настройки. Мына жерде әртүрлі режим таңдауға дыхание десеңіздер, ол мына жай сөніп қосылып тұрады. Фокусировка болмай тұр, өкінішке орай. Так, мінекей қазір байқалынбай тұр. Так, қай жаққа фокусировка? Яғни мына дыхание қойсақ, ол жай қосылып өшіп тұрады. Әртүрлі режимдар бар. Жай статичный деген тұра берсін. Цветті, артындағы цветті, қызыл цветті өзгертуге болады. Жасыл, көк, қызыл, сары әртүрлі цветке өзгертуге болады. Розовый. Қолдан өзгертіп жүрмесі үшін мына жерде цветовой цикл деген режим бар. Соны қойсаңыздар, өзі автоматты түрде өзгеріп отырады. Мінекей көк цвет, фиолетовый. Телефон камерасы арқылы қатты байқала қоймайды. Былай ұстап көрсетейін. Жалпы осылай. Бұны қоспай қойсаңыздар да болады, зарядты құртпасы үшін телефонның. Сосын сіздерге айтам деп ұмытып кеттім. Еще телефонның жоғарысында екі жерінде сенсорный кнопкалары бар. Оң жағында бар. Так, фокусировка қайда? Оң жағында бар. Және жоғарыда сол жағында бар. Ол бұлай ойны нестір, бұлай жалпы. Бұлай басып жоғарысын. Так, фокусировка. Қазір ол туралы көрсете кетейін. Ол мына Air Trigger деп аталады. Дұрыс оқысам әрине. Так, қосамыз. Жалпы қысқаша көрсете кетейін, не зат екенін. Яғни қараңыздар, міне экранның оң жағында кнопка уровень бар. 1-ден 10-ға дейін бірге қойсаңыздар, жай тегістеңіздер, сразу сезетін болады. Так, 5-ке қойсаңыздар, одан кішкене қаттырақ басу керек болады. 10-ға қойсаңыздар, вообще қатты басу керек болады. Яғни сезімталдығы ол оң жағында да, сол жағында да бар. Яғни былай басасыздар. Одан кейін даже мына оң жақтағы, сол жақтағы кнопкалерді екі-екіге бөліп тастауға болады. Яғни мына сызықты көріп тұрсыздар мына. Так, оң жағындағы бір кнопканы сенсорны жоғарыдағы екіге бөлуге болады. Оң жақтаман және сол жақтаман болып. Ол не үшін керек? Ол мысалға получается жоғарыда 4 кнопка болады ғой. Мысалға PUBG-да сол жақ оң жаққа былай наклон жасау үшін мынаны бассаңыздар болады. Сол жаққа наклон және оң жаққа наклон. А мына кнопка сол жақтаман көздейтін, оң жақтаман ататын қылып қойсаңыздар болады. Сондай осы ойынға арналған болғандықтан сондай настройкалары бар. Сосын қараңыздар, мынандай режим бар. Былай қозғайтын қылып қойсаңыздар болады. Енді өзіңіздің фантазияңызға байланысты, ойынға байланысты настройка жасап қоясыздар. Так, кнопкасын айттым. Енді бізде получается экранына келетін болсақ, экраны бұл жерде үлкен, 6,78 дюйм. Және байқасаңыздар, астында рамкасы үлкен, жоғарысында рамкасы үлкен. Телефонға жаман үлкен болып тұрады. Қолдарыңыз кішкентай болса, сіздерге бұл неудобно болады, сразу айтайын ашығын. Так, қараңыздар, экранның качествосы бұл жерде сочный, Full HD, AMOLED экран. Және экраны 144 Гц. 144 Гц телефонды кездестіру қиын, ол редкі шығарады өте. Так, қазір көрсетейін. Экран. И частота обновления экрана кірсеңіз,
Мұнда 144 Гц тұрады. Ол деген сөз былай қозғаған кезде бүкіл анимациялар плавно түрде болады деген сөз. Экраны 1 миллисекундты поддерживать етеді, яғни тез реагировать етеді. Ойын ойнаған кезде ол важно, ол тем более атыс ойын ойнаған кезде. Вот. Енді настройкасына кіріп көрсетейін. Так, система о телефоне. Мен мұнда Android 12-ні өзім установка қылып қойдым. Білмеймін, неге өзіне өзі обновиться етілмеді. Сондықтан вручную настройка қылу керек болды. Камерасы айтқандай 3 камера. Ең бастапқы камерасы 64 мегапиксель. Одан кейінгі широкоугольный камерасы және кішкентай 5 мегапиксельді камерасы орналасқан. Кстати, основная камера 64 мегапиксель дедім ғой. Ода матрицасы Sony IMX 686-дыр. Бір қызығы, бұл смартфонды мен Xiaomi 12, 12X, даже iPhone 12 S22 мен салыстырдым, S22 мен. Енді жақындатпасаңыздар, конкуренттер кішкене әдемілеу болып тұрады. Бірақ егер жақындатып қарайтын болсаңыздар, мұнда несі фотоның четкості жақындатқан кезде анық көрініп тұрады. Яғни мұнда кішкене лучшылау, өзіме камерасы өте ұнады. Ашып көрсетейін, басып тастаған жоқпын ба камерасын. Так, мынандай вообще меню осындай. Так, мінекей фото, видеоның качествосы қараңыздар. Так, фокусировка, Full HD 60 кадр. Так, 4К 60 кадр болады. Сосын 8К снимать етуге болады видео. Вообще мықты. Плюс еще стабилизация деп тұр. Бірақ олған басқан жағдайда сіздерге қараңыздар Full HD качествоға түсіп қалады. Сондықтан лучше 4К 60 кадр или Full HD 60 кадрға қойып видео түсіргендеріңіз жөн болады. Заранее видео түсіріп қойдым, оны біраздан соң көрсетемін. Фотокамера, фотода әртүрлі режимде бар. Так, тоса тұрыңыздар. Қараңыздар, настройка кіріп 64 мегапиксель қойып болады. Сосын оны алып тастап 4:3 дегенге қойсаңыздар, мұнда уже бүкіл камерамен қолдануға болады. Так, неге? Основная камера, широкоугольная камера. Сосын где-то осы жерлерде не деген бар? Макро съемка деген бар. Так, фокусировка. Макро съемка деген бар, ол деген сөз жақыннан сүретін болсаңыздар, кішкентай точкаларына дейін көрінетін бар. Бірақ енді шыны керек, мұнда макро съемка качествосы онша емес. Так, широкоугольная камерасы онша емес, сразу айтайын. Сосын алдыңғы камерасы 24 мегапиксель, ол да не очень онша емес. Бірақ основная камерасы 64 мегапикселдік, ол өте мықты камера. Енді көп созбай түсірген фотоларыма келейік. Так, поворот экрана қосайын. Мінекей достар, қараңыздар. Так, бұл жерде мен широкоугольный камераны қолдандым. Качествосы енді күн шығып, прям жарық болып тұрған кезде качествосы жаман емес. Осындай качествосы. Мына уже основная камера. Так, фокусировка жоқ болып кетіп жатыр. Основная камера качествосы жақсылау. Так, мұнда бізде 5-кратный зум жақындатып түсіргенім. Телефон арқылы качествосын көру енді онша емес екен негізі. Так, бұлай мен экранға қарап тұрсам, качествосы жақсы болып тұр. Бірақ мына телефонның камерасы онша емес түсіріп тұр да, сондықтан сіздерге де не очень болып көрініп тұруы мүмкін. Сразу айта кетейін. Мынау бізде 10-кратный зум. Жақындатқанда качествосы жаман емес. Содан соң мынау 64 мегапикселдік камерасын, именно 64 деген таңдадым. Енді бұл жақындатып көрсетейін. Мынаған қараңыздар.
даже ар жақтағы домның кирпичтарына дейін көрініп тұр. Кирпичтары, ағаш, мына жерде жер, бүкіл жақсы качествода түсірген. Яғни мынаның основной камерасы 64 мегапикселдік фотоға өте жақсы түсіреді. Так, мында тоже широкоугольная камера. Күн түсіп жарық болып тұрғандықтан качествосы әдемі сияқты болып көрініп тұр, бірақ на самом деле конкуренттермен салыстырсақ широкоугольная камерасы онша емес. Мынау основная камера. Бұл камера енді өте жақсы камера. Так, 5-кратный зум, 10-кратный зум, ал мынау 64 мегапикселдік режим. Жақындатамыз. Так, телефонның качествосы онша емес болып тұр, былай сіздерге, бірақ на самом деле фото өте жақсы түскен. Широкоугольная камера. Так, мынау бізде основная камера. 5-кратный зум. 5-кратный зумда качествосы жақсы түскен. Және мұнда 10-кратный зум, мына жасыл цвет уже кішкене ақшылдау болып кеткен. Жаңа қарағанда енді качествосы кішкене төмендеу. Не, мынаған қараңыздар, мына жасылға, мына жасылға қараңыздар. Так, мынау бізде 64 мегапикселдік камера, фотоға жақсы түсірген, бірақ мына жерлері слишком қара, темный болып кеткен да, көлеңке қап-қара болып кеткен ба, сондай бірдеңе болып кеткен. Бірақ хотя пойдет. Так, сонымен широкоугольная камера, основная камера. Мынау бізде 5-кратный зум және 10-кратный зум. 64 мегапикселдік режим. Фотоға өте жақсы түсірген, 64 мегапиксел. Мынау бізде видео түсірдім. Қазір қойып звукты тыңдап көрейік, қалай шыққанын. Звугын әдейі көбейтіп қояйын сіздер естулеріңіз үшін. Так, бұл бізде 8К 24 кадр болуы мүмкін, или 30 кадр в секунду. Так, осылай видео түсіреді 8К-да. Қазір білмеймін, фокусировка болып тұр ма, болып тұрған жоқ па, өтеген күн түсіп тұр. Сондықтан экраннан сезілмейді. Так, мына жерде фокусировка жасап көрейік қолдан, саған ар жақта ағаштарға. Так, 8К осылай түсіреді видеоға. К 60 кадр, 4К видеоға осылай түсіреді. Өкінішке орай 4К-да стабилизация қосылмайды. Бірақ қазір мен жүріп бара жатырмын. Тірілдеп тұрма, тірілдеп тұрған жоқ па, осы видеода көретін боласыздар. Стабилизацияны қойсам, ол кезде Full HD-ға түсіп қалады качествосы. Full HD 60 кадр осылай түсіреді. Бұл жерде бір қызығы, широкоугольный камераға переключаться етуге болады. Қараңыздар, мысалға мінекей, мына широкоугольный камера, бүкіл изображение сыйып тұр. Жақындатсақ болады, өте жақындатсақ болады. Но качествосы былай қарасақ жаман емес. Так, видео бүкілін түсірдім. Фото, видео жағы жақсы качествосы. Айтарым, основная камера жақсы түсіреді. Фото, видеоға бірақ, широкоугольный камерамен макросъемка онша емес. Енді программа арқылы басқа жақтарды тексере кетейік. Мысалға, бұл телефон қанша саусақта сезетінін тексерейік бір уақытта. Ол үшін multi-touch
тестер деген кіреміз. Оның алдында тексеріп көргенмін, 10 саусақты поддерживать етеді. Неке 10 саусақты поддерживать етеді. Так, NFC бар ма жоқ па тексерейік. Ол жинаған басамыз. Галочка пайда болды, яғни NFC бар деген сөз. AIDA 64. Қараңыздар. Asus ROG Phone 5 именно міне мынандай версиясы ZS673KS. Енді вообще мысалға телефон прошивать ететін болсаңыздар, осы санға қарап прошивать етулеріңіз керек болады. Так, оперативная память мне OZU 12 гигабайт, LPDDR5 версия, өзім памяті 256, версия Bluetooth 5.2. Так, әрі қарай. Мұнда Snapdragon тұр 888. Бұл жерде 8 ядерный процессор, оның ішінде 4 Cortex A55, 3 A78 Cortex, және Cortex X1, X1 осы ең мықты версиясы ядроның. Так, 5 нанометрмен жасалынған. Экраны Full HD, бағана айтқандай 6.78 дюйм. Енді мұнда характеристикалар жазылған 144 Гц. Бізде, кстати, қазір міне экран оң жақ жоғарысына қарасақ, бағана 144 Гц қосқан болатынбыз. Так, ол осылай тұрады. Сонымен, еще мұнда Antutuға кіре кетейік. Көбісіне бұл маңызды. Кірген кезде мынандай X режимі қосылады. Ол не деген сөз? Ол ойынға арналған режимді қостым деген сөз. Сол кезде мынандай цветі қызыл болып кетеді. Бірақ сіздерге бұл қызыл емес, бұл какой-то фиолетовый болып тұр ма, светло-фиолетовый сондай болып тұр. Но на самом деле бұл цвет қызыл болып тұр экранда. Камера дұрыс түсірмей тұр да цветті. Қараңыздар, 845662. Бүгін бізде 15 сентябрь 2022 жыл. Бұл күнге мынандай балл жинау деген сөз, реально мықты деген сөз. Мұндай балды обычно Snapdragon 888 плюс жинайды. Кей кезде 8 ген 1 деген бар ғой, 8 ген 1 деген солар жинайды. Бұл енді мықты. Мына ойынға арналған болғандықтан система охлаждение деген бүкіл прям мықты уровеньде жасалынған, сондықтан осындай үлкен балдарды жинап отырады. Рейтингқа қарай кетсек, мінекей рейтинг. Қазір загрузкасы болсын. Біздің телефон қазір тауып алайын. 22-ші орында тұр. 845 мың очкомен, балмен. Оның астына қараңыздар, Galaxy S22 тұр. 2022-де шыққан смартфон. Неге төмен тұр? Өйткені ол жерде слабый процессор орналасқан. Ол жерде либо Exynos 2200 орналасқан, либо Snapdragon, даже мықты процессор орналасқан болуы мүмкін, 8 ген 1 деген. Бірақ ода система охлаждения онша емес болғандықтан, осынша Asus ROG Phone 5-тен төмен орналасып тұр. Так, оның жоғарысында, ең жоғары қарай кетейік. Ең бірінші орында Asus ROG Phone 6 тұр. Енді сосын Red Magic 7 деген бар. Осы екі смартфон, екі компания ойын ойнайтын болсаңыздар, өте мықты варианттар. Одан кейін IQ 9T деп тұр. Бұл смартфон білмейтін шығарсыздар. Бұл Vivo компаниясының дочерная компаниясы. Яғни Vivo компаниясының смартфон десек те болады. Одан кейін Xiaomi 12 Ultra деген тұр. Ол Қазақстанда продажада жоқ, болмауы мүмкін, өйткені ол шетелге арналған. Бірақ өте мықты, бұл жерде камерасы да мықты болады. Енді PUBG-ға кіріп көрсетейін качествосын. Әдейі скачать етіп, обновлениелерін басып қойдым. Қазір кірсін. Так, бұның бүкілден шығып кетеміз. Бізді не қызықтырады? Бізді ойынның качествосы қызықтырады. Так, настройки. Мына жерде графика и звук деген кіреміз. И қараңыздар.
Мұнда бұл телефон мына ультра режимді поддерживать етеді. Мықты. Мынандай режимға өтпейді. Ультра режим және ультра деген частота обновления кадров поддерживать етеді. Өкінішке орай бұл жерде ультра деген сөз ол 30 кадр деген сөз. Жоғарыда качество графики максимумға қойсаңыздар, экстремальный деген режимға қойсаңыздар болады. Частота обновления кадров. Ол деген сөз уже 60 кадр деген сөз. Не высоко дегенде 60 кадр, баланс дегенде 60 кадр. А мына плавноға қойсаңыздар, уже 90 герцті поддерживать етеді. Неке. Так, фокусировка қайда? 90 герц. Яғни ойын ойнасаңыздар 90 герцпен ойнайтын боласыздар. Осы, кстати, PUBG ойнаған кезде жоғарысына бағана айтқанымдай, жоғарыда сенсорын кнопкалерді настройка жасап қойсаңыздар болады. Либо мынандай кулер сатып алып, артына қыстырып қойсаңыздар, әртүрлі кнопкалар ғой, екі кнопка. Екі кнопка вентилятор, телефон қызып кетпес үшін. Бұл туралы келесі видеода көрсететін боламын, экранына оң жақ жоғарысында, және видеоның аяғында подсказка көрсететін боламын. Сонымен достар, қорытындылай кетсек, бұл смартфон маған ұнады. Бұл бір қызығы, бұндай игровой смартфондар өте қымбат тұрады. Жаңа iPhone, Samsung S-серия солардың бағаларымен бірдей тұрады. Енді вообще неге ондай баға тұрады? Өйткені мұның ішінде топовый процессор, система охлаждения, бүкілі прям четко орналасқан, жақсы качествода жасаған. Бұл смартфон именно ойынға арналған болғандықтан, бұл смартфондардың камералары онша емес болады. Бірақ мені таңғалдырғаны, бұның основная камерасы өте жақсы екен. Жаңа Xiaomi 12, iPhone 12, S22, Samsung солармен қатар түсірсе, жақындатқан кезде мұнда четко отырады екен детальдар. Вот. Зарядкасы тез, 65 ватт. Заряд, бұның батарейкасы айтпақшы 6000 миллиампер. Зарядты ұзаққа жетеді. Енді арнайы жасаған ғой, ойынға арналған қылып. Сондықтан 6000 миллиампер батареяны қойған. Ойын ойнайтын болсаңыздар, осы телефонды алғандарыңыз жөн болады. Ал егер ойын ойнамайтын болсаңыздар, бұл смартфонды алудың қажеті жоқ. Неге қажеті жоқ? Өйткені бұл смартфон үлкен, 6,78 дюйм экран, плюс андай рамкалары бар, бағана айтқанымдай өте үлкен. То есть қалтаңызға салып жүрсеңіздер, прям шығып тұрады енді ыңғайсыз телефон. А так ойынға бұл идеальный телефон десем болады. Бұндай телефондар прям мықты телефон. Samsungқа да, iPhoneға да қараудың қажеті жоқ. Ойын ойнайтын болсаңыздар, осындай Asus ROG Phone, Red Magic деген смартфондарды алыңыздар, ойын ойнайтын болсаңыздар. Айтарым осы. Каналға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Және сіздер қандай телефон қолданасыздар, соны комментария жаза кетіңіздер. Вот. Жалпы бұндай смартфонға қалай қарайсыздар, ойынға арналған? Ұнады ма, ұнамады ма? Либо iPhone алып, либо Samsung артық дейсіздер ме? Бүкіл ойларыңызды комментария жазып кетіңіздер. Сау болыңыздар.